Сәлем достар. Қазір көктем мезгілі келіп күн жылығаннан кейін кейбір адамдарда аллергия пайда бола бастайды. Сол аллергиядан айыққыңыз келсе, құрма жеңіз. Құрма суыққа қарсы күресетін күшке ие. Сонымен қатар керемет антидепрессанты рөлін атқарады. Оған қоса ісік ауруларының алдын алады. Құрма адам ағзасы үшін қажет болатын барлық дәрумендер мен минералды элементтердің қайнар көзі болып табылады екен. Медицина мамандары күніне 4 дана құрма жеп ағзаны мыс, калий, магний және селен элементімен байытыңыз деп кеңес береді. Оған қоса мына аурудың алдын алуға ықпал етеді. Ағзаны қуаттандырады. Алдымен құрманың құрамы глюкозаға, фруктозаға және сахарозаға бай. Бұл заттар ағзаны қуаттандырып күш береді. Майсыз әрі дәмді жеміс күні бойы шаршауды басып, бойыңызға сергектік сыйлайды. Сондықтан да жұмыстан шаршап, тіршілік қажытып жүрсе, құрма жеңіз. Миды оятады. Құрма мида болатын кез келген келеңсіз жағдайлардың алдын алады. Тіпті ұйқыдағы миды оятуға қабілетті. Жемістің құрамындағы фенолын заты табиғи антидепрессанттың қызметін атқарады. Бұл зат өз кезегінде Альцгеймер және деменция, ақыл-парасаттың кемдігі ауруларынан қорғайды екен. Іш қатуды болдырмайды. Мамандар үнемі іш қатып, үлкен дәретке уақытылы бармайтындарға құрма жеңіз деп ескертеді. Бұл кептірілген жемістің құрамында көптеген жасұнық бар. Іш қатуын емдеу үшін 4 дана құрманы суға салып, бетін жауып қоясыз. Таңертең жеделдетілген құрманы жесеңіз, дертіңізден біржола айығасыз. Іштің өтуі де тоқтата алады екен. Ішектің жұмысын жақсартады. Бұл жеміс еритін және ерімейтін талшыққа бай. Оған қоса пайдалы амин қышқылын табуға болады. Бұл екі зат асқазан, ас қорыту жүйесінің жолдарын жақсартады. Жұмысын жеңілдетеді, әрі артық заттардан тазалайды. Қанасыздықтан құтқарады. Ағзада темір тапшылығының орнын толтырады, себебі құрма темір элементінің қайнар көзі. Ендеше күніне 4 дана құрма жеу арқылы қанасыздықтан біржола құтылады екенсіз. Жүрек ауруының алдын алады. Құрма триглицеридінің деңгейін түсіруге қабілетті. Ал бұл зат қан тамырға май жинамауға септігін тигізеді. Аталған жемісті үзбей жейтіндер стресс, күйзеліс, ашушаңдық, тоқырау сынды дерттен алыстайды. Одан соң сексуалды қабілетті арттырады. Құрманың құрамындағы барлық заттар шәует жасушасының жағдайын жақсартады. Салдарынан еркектің сексуалды қабілеті артып, қуаты тасиды екен. Көру қабілетін жақсартады. Құрма каротинид затына бай. Егер сіз құрма жеуді күнделікті әдетке айналдыратын болсаңыз, су қараңғылықтан құтыласыз. Есесіне көру қабілетіңіз артып, жанарыңыз жақсарады. Сүйектің саулығын нығайтады. Құрманың құрамында көп мөлшерде бор бар. Бұл элемент сүйектің саулығын жақсартуға, мықты етуге қабілетті. Егер сіз остеопороз ауруларынан жеңгіңіз келсе, үзбей құрма жеңіз. Және де аллергиядан айықтырады. Мамандар құрамының тағы да керемет қасиетін анықтаған болатын. Олардың айтуына қарағанда, құрманың көп жейтіндерде аллергияның белгілері байқалмайды. Тіпті мезгілді аллергиялық ринит, яғни мұрынның шырышты қабығының суық тиіп ауруын емдейді екен. К, Ф6 және С дәрумені мен марганец, калий, магний, мыс, темір элементтерінің қайнар көзі болып табылатын құрманың пайдасы мол екен. Саулығыңызды жақсартып, көңіл күйіңізді көтереді. Ендеше өзі азық, дәрі әрі дәруменнің қызмет атқаратын құрманы үзбей жеуге әдетке айналдырайық.